Балалар, өткен сабақтағы ережелерді есімізге түсірейік. Сөз неден құралады? Сөзден не құраймыз? Түбір деген не? Қосымша деген не? Түбір сөзге мысал келтір. Туынды сөзге мысал келтір. Енді балалар, тәуелсіздік сөзінің мағынасын ашайық. Бостандық, егемендік, еркіндік, демократиялы ел, жарқын болашақ, татулық, бақытты ұрпақ. Міне балалар, біз осы сөздердің жиынтығынан еліміздің тәуелсіз екенін біле аламыз. Бабаларымыздың төккен тері мен ерен еңбегінің арқасында жеткен тәуелсіздігімізді қадірлеп, мақтаныспен айта жүрейік. 38-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, туған елім мақтанышым атты әңгіме құрап жаз. Тірек сөздер: мемлекет, туған ел, Қазақстан, әлем, тәуелсіз, кең байтақ, мақтан етемін, алтын дәнді. 39-ші жаттығу. Түбірлес сөздерді топта. Өнер, ой, дала, өнерлі, су, суат, ойын, ойлан, сусын, дарқан, ойла, ойыншы, өнерпаз.